Армысыз ағайын. Біздер бірталай жаттығуларды қарастырып жүрміз. Енді бір керек жаттығудың бірі ол иыққа байланысты жаттығу. Иық бізге өте керек, және қазіргі кезде көп адамдарда иықпен не бар, қиындық бар. Өйткені қол көтерілмейді, ешқандай бұрын ең болмағанда бүйтіп кір жаятын еді, ол да қалды қазір. Сондықтан иыққа көп не болып жатыр, салмақ түсіп жатыр көтерілмегеннен, қолданылмағаннан. Сондықтан иықты қалпына келтіру өте маңызды. Ол үшін біріншіден айналдырып, қыздырып жаттығу жасау керек. Оны күнделікті жасай беру бар. Кез келген уақытта тамақ іштің, ішпедің, оның көп несі жоқ, салмағы жоқ, бауырға түседі. Сондықтан жасай беру бар. Алға айналдырып, артқа айналдырып, алма кезек айналдырып, алға, артқа, сол сияқты. Немесе былай да айналдыру бар. Оның айырмасы жоқ, күнге қалай ұнайды, солай істей берсін. Сөйтіп қыздырып алғаннан кейін, міне, бірінші жаттығу. Мына білекпен шынтақтың астына, мына қолды шынтағының астынан тіреп, иыққа саламыз қолды. Мына қол созылып тұрады былай. Созылып тұрады. Сосын мына қолмен тартамыз. Және мына білекпен басып тұрамыз қосымша міне былай. Және көтеріп тұрамыз, қол түсіп кетпесін. Жоғарыда кетпесін, міне былай тұрып. Мына қолмен тартып созамыз иықты. Дем алғанда, дем шығарғанда қайтып алып келеміз. Міне, дем аламыз, шығарамыз, аяқ қозғалмайды. Сонда қосымша мына оң аяқтың ішкі менискісіне де не береді, салмақ береді ол. Сол сияқты екінші қолға да міне білекпен шынтақтың астынан тірейміз, қолмен иықтан ұстап, былай созамыз. Мына қолдың күшімен созамыз. Сонда енді сол аяқтың ішкі менискісі жұмыс істейді, және иықты созамыз. Бұл иықты былай көлденең созу. Енді оңнан солға созамыз, міне былай. Мына сол қолмен мысалы оң қолдың шынтағынан алдық, қолды былай қойдық, былай желкенің артына. Сосын мына қолмен, ұстап тұрған қолмен созамыз, дем алғанда. Тек былай жұлып емес, асықпай біртіндеп дем шығарғанда қайтып келеміз. Қайтадан, одан да әрірек созу болады, қайтып келеміз. Ұстап тұруға болады, сосын біраз созғаннан кейін міне арттан қарағанда міне болады. Әрине екінші қолға да ол қосымша әрі белді де созады, жауырынды да созады. Мойынға да әсер береді, бірақ ең бірінші әсер ол иыққа береді. Сен пауза қойды. Осыны. Келесісі енді мына керегені пайдаланамыз, есіктің керегесін, босағасын пайдаланамыз. Ол үшін мысалы міне былай ұстап, иықты созамыз. Мына алға қарай құлау керек қой, мына бүксеңмен құлау керек міне. Сол сияқты мына болды да. Ол белге де әсер береді, және мына иықты жақсы созады, өте жақсы созады. Сол сияқты ол екі жақты бөлек тартқаннан кейін екеуін бірдей созамыз. Қанша созу керек, оны өзің білесің. Қалай аяқтаймын өзіңе. Сосын міне жоғарыдан да созылады. Осы жаттығулар молынан жетеді, иықты созып, қалпына келтіруге. Бірақ тағы да қосымша істейін деген адамдар болса, оған міне мысалы былай істеуге болады. Бастан тіреп, мына иықты былай, шынтақтан былай артқа созып болады. Сол сияқты. Сосын міне былай созуға болады.
Солай күнделікті істеп тұрсаңыздар, оны бәрібір таңертең де істеуге болады, кешке де істеуге болады, түсте де істеуге болады. Кез келген уақытта 5 минут, 10 минут бөлсеңіздер, иықтар соның өзінде орасан зор күш береді. Тек кішкене басты талап, бұл жерде кішкене қыздырып алу керек денеңді, әсіресе мына иықтарды. Әйтпесе мына жердегі нелер, сіңірлерді создырып алсаңыздар, ауыртады, ол жаққа созылуы мүмкін. Сондықтан бірінші қыздырып ал, жақсылап қыздырып алыңыз, айналдырып, былай жасап, мынандай әртүрлі жаттығулар мектеп программасында жасай беруге болады. Сосын мындай қосымша уқалап жіберуге болады. Жалпы бәрін қыздырып алып, сосын барып созу керек. Әйтпесе тек ет қыздырмай созсаң, сіңір созып алуы мүмкін, ол өте ауырады және ұзаққа созылуы мүмкін. Егер дегенмен созып алсаңыздар, сіңірді, мысалы көбіне мына жерге созылып кететін, мына жер сіңір. Соны бүйтіп мына саусақтың несімен, мына подушкалармен қатты уқалау керек. Жиі осылай уқалай берсең, ол тезірек кетеді. Егер созылып алған күнде. Былай негізі қыздырынып істесең, ол созылмайды.